Бәріңе сәлем, менің атым Салтанат. Анам маған сен есейдің деді. Енді мен өзімнің жаңа велосипедіме ақша жинай бастаймын. Ол үшін маған ақша жинайтын құты керек. Ақша жинайтын құтының көмегімен ақшанды үнемдеп, кейін ұнаған затынды сатып алуға болады. Егер оған күнде 1 тиыннан салып отырсан, 1 айдан кейін олардың саны 30 болады. Ал жыл бойы жинасан 365 тиын болады. Ал егер ақшан көп жиналса, оны банкке салуға болады. Банк үлкен ақша жинайтын құты сияқты. Ол жерде шот ашып, ақша салуың керек. Уақыт өте келе ақшан көбейе береді. Өйткені пайыздар қосылады. Яғни банк сенің ақшаңа өз ақшасынан қосады. Сөйтіп, ақшаң бұрынғыдан да көбейе түседі. Дегенімен, шотты есейген кезде де ашсам болады. Ал оған дейін ақша жинайтын жаңа құты сатып алуға немесе жиналған ақшаны жұмсауға болады. Не үшін жинағымыз келетінін ойланайық, балалар. Сау болыңдар!